темекі шегу, ішімдік ішу, нашақорлық зиянды әдеттерінен аулақ болыңыз. Тамақсыз бірнеше апта, сусыз бірнеше күн, ал ауасыз бірнеше секунд қана өмір сүруге болады. Дәл осы ауаның экологиялық жағынан қатты ластанғанын ескерсек, өкпеге баратын ауаның қаншалықты кір екендігін елестетіп көріңізші. Ал шылым шегетін адамның өкпесіне тарайтын түтіннің әсері одан да сорақы екені хақ. Шылым шегудің ағзаға тигізетін пайдасы жайлы қандай деректеріңіз бар? Бұл сұраққа бірде-бір жағымды жауап таппайсыз. Ал керісінше, оның зияны туралы бірқатар дәлелдерді келтіруге болады. Шылым көпшілік ойлағандай суықта жылытпайды, мидың жұмысына серпіліс әкелмейді. Керісінше, адамды ұзаққа созылатын тәуелділікке душар етеді. Әсер ету күші жағынан ішімдік пен есірткіден әлсіздеу болса да, тигізетін зияны асып артылады десек те қате болмас. Өйткені темекі түтіні адамның барлық мүшелеріне, әсіресе тыныс жолдарына қауіпті әсер етеді. Ішімдік бұл спирттік сусындарды ішуге физикалық және психикалық әуестігі бар күрделі ауру. Әртүрлі жастағы ер және әйел адамдар, кей кезде жасөспірімдер мен балалар да ішімдіктің құрбаны болады. Біздің қоғамымыздың міндеті адамдарды осы қауіптен қорғау, ішімдік салдары мен оның дамуы туралы ақпараттың қолжетімдігі мен таралуына ықпал ету, дені сау адамдарға спирттік сусын ішудің қатерін түсіндіру, жаңадан бастап келе жатқан ішкіштерді тоқтату және науқастарға көмектесу. Бұл үшін қорғаныс факторларын нығайту керек. Зиянды әдеттерден аулақ болайық.